Болашақ Көкшетаудың ескезіне көз жүгіртсең, көңілің жадырайды. Ақындар жырға қосқан сұлу өңірдің бас қаласы сәнімен көз тартуға тиіс-ақ. Облыс орталығының осындай оң өзгерісті көптен күткенде шындық. Арада бірер жыл өткен соң қағаздағы қала көркі шындыққа айналады деген сенімдеміз. Оқу жылының 3-ші тоқсаны аяқталды. Оқушылар кезекті демалыстарында тынығуда. Бұл демалыс көптеген шәкірттерге бірыңғай тестілеу сынағына дайындық қана емес. Олар болашақ мамандықтарын таңдап та үлгерген шақ. Ақмолалық шәкірттер болашақта кім болғылар келеді? Олардың таңдаған мамандықтарына сұраныс бар ма? Сұрақ күрделі. Бірақ осы күрделі сұрақтың жауабы қоғамның ертеңіне әсер етеді. Өйткені 4-5 жылдан соң жас мамандар лек-легімен еңбек етуге келмек. Сол кезде олардың мамандықтарына сұраныс болмаса, оларды қайта оқыту үшін мемлекет тағы да қаражат шығындамақ. Көптеген ғалымдардың әлем әлі экономикалық дағдарыс зардабынан айыға алмай тұрады деген болжамы 5 жылдан соң расқа шыға ма? Бұл да жауабы дүдәмәл сұрақ. Жалпы бүгінгі таңда жастардың әйтеуір жоғарғы білім алуға ұмтылатыны жасырын емес. Кейін қайда, қандай жұмысқа орналасам дегенде көбі ойлай қоймайды. Осы арада бүгінгі таңда басқадан гөрі жұмысшыға сұраныс көп екендігі ескеріле бермейді. Бұл тұрғыда мемлекет қандай шара қолданып отыр? Тілшіміз әңгімелейді. А вообще здесь есть какая-то недоработка. Наладчики не хотят идти, потому что платят мало. Что ты такое говоришь? Қазіргі кезде де жастардың басым бөлігі қызығатын мамандық экономика және заңгерлік, алайда оның сұранысқа ие еместігін және аталмыш мамандық иелерінің жалақысының төмендігін ескермейді. Осы себепті медицина және ғылым бағытында еңбек ететін мамандар жетіспей жатыр. Ашығын айтқанда, гуманитарлық бағытта білім алғандар саны қажетті мөлшерден асып кетсе, өндірісте кадрлық жетіспеушілік сезілуде. Тот перекос, который произошел, к сожалению, в 90-е годы в системе. Мамандыққа қатысты айтсақ, 90-шы жылдардан бастап гуманитарлық бағытқа деген қызығушылық басым болып тұр, ал техникалық білім алуға ынталылар әлі де болса аз. Кез келген мамандық беделі оған деген қоғамдық көзқарасы арқылы анықталады. Оның жалақысының тиімділігі де ескеріледі. Қазір жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының қатысушысы болсаңыз, сұранысқа ие әрі табысты кәсіп ол техникалық мамандық. Бізге өңірімізде бой көтеріп жатқан кәсіпорындарда жаңа техникалармен жұмыс жасай алатын адамдар қажет. 100% гарантия того, что трудоустроят. Алдағы уақытта облысымыздағы ірі өндіріс орындарының бірінде жұмыс істейтініме қуаныштымын. Біз білім алып жатқан мамандықтар сұранысқа ие. Оқу тегін, шәкіртақы төленеді, жататын орын үшінде қаржы қарастырылған, мемлекеттің көмегіне дән ризамын. Бұл мүмкіндікті пайдалануға ниеттілер қатары аз, сондай-ақ талапкерлерді мейлінше педагогикалық мамандықтарға көбірек тарту қажеттігі туралы да айтылуда. Мұғалім қашанда кез келген мемлекет, кез келген халықтың құрметтейтін мамандығы саналған. Қазірде солай болу керек. Баршамыз педагогтардың беделін қалыптастыруға тырысайық. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов. Мұғалімдікке келуші талапкерлер қатарын арттыру үшін жыл сайын мемлекеттік білім грантының саны көбейтілуде. Мы должны усилить тоже как меры работу. Білім саласына үздіктердің үздігі оқуға бару керек. Ол үшін біз мектеп түлектерінің арасында педагогикалық мамандықтардың қажеттігі туралы үгіт-насихат жұмысын күшейтуіміз керек. Көкшетау қалалық жұмыспен қамту бөліміндегілердің айтуынша техникалық мамандыққа деген сұраныс жоғары. Бұл жайт медицина мамандығында айналып өтпейді. Біздің өңірде сұранысқа ие мамандықтар дәрігер және медбикелер. Мамандықтар төңірегіндегі тақырыптың жиі талқылануы кезекті оқу жылының аяқталу мерзімінің жақындағандығына байланысты. Барлық мектеп түлектері болашақта кім болатындығы жайлы ойланып жатыр. Көпшілігі қандай мамандыққа баратындығы туралы шешімде қабылдап қойған. Бірақ оның не медицинаға, не білім саласына қатысы жоқ. Я хотела бы поступать. Мен өз мамандығымды туризм саласымен байланыстырғым келеді. На менеджера. Болашақта менеджерлікке оқуға түсуді жоспарлап отырмын. Сол кәсіптің білікті маманы болсам деймін. Я хочу поступать. Қаржы саласында жұмыс жасағым келеді. Сондықтан экономист мамандығына оқуға түспекшімін. Я хочу поступать на
Бала кезімнен шет тілдерді үйренуге әуес болдым. Енді халықаралық қатынас мамандығына оқуға түскім келеді. Бүгінгінің жастары жоғарғы білім алудың қажеттігін жақсы түсінеді. Кейбіреулер бірнеше оқу орнын тәмамдап жатады. Белгілі бір мамандық иесінің ізденсе, жұмысқа орналасу мүмкіндігі бар. Бірақ ол сәті түскен жағдайда. Олай болмаса ше. Қазіргі жұмыссыздардың 3-тен 1 бөлігін кешегі жоғарғы оқу орындарын аяқтағандар қамтитындығында айта кету қажет. Ердәулет Байдуллаев, Марат Тоқмағамбет, Василий Вережников, Айбек Танияров, Апта.